Адам баласы түсініксіз әрі жұмбақ жаратылыс. Ол қолдағы барға қанағат жасап дағдыланбаған. Көбінесе қолдағы алтыннан айырылғанда ғана қадіріне жетеді. Оның ғарышты бағындыруға шамасы жетсе де, өз қатесін мойындауға қауқарсыз. Ол кейде өз-өзіне зиян тигізеді, қиянат жасайды. Бірақ бұл не үшін деген сұраққа миы жете бермейді. Үнемі сұрақ және таңдау. Сен есірткіні бір рет қана қолдансаң болды. Өзіңді табытқа тықтым деп ойлай бер. Енді тек табыт есігінің жабылғанын күтесің. Өз өміріңді қор қылма балам. Әке шешеңді бұлайша азапқа салма. Мен өткенде 16 жасар қыз баланың жаназасына қатыстым. Есірткіні мөлшерден тыс қабылдағандықтан қайтыс болыпты. Ата-анасы, ет жақындары одан күдер үзгені сонша, анасы қабірін құшақтап жылап тұрған күйі Аллаға рахмет айтыпты. Қызым алғаны үшін. Ей, есірткі сатушы, қанша тағдырды, өрімдей ұл-қыздарының өмірін тәрк етіп, тапқан арам ақшаңа мәз болма. Оның түбі өкініш, оның түбі өкініш, оның түбі өкініш. Жас ұрпақ, болашақ сенің қолыңда. Жаман әдетке адам үйірсек болады. Тура жолдан таймай, білімді болу батырдың ісі. Әлсіз болма. Досым, есірткі қолдану қорқақтардың ісі. Салауатты өмір салтымыздан жеңіске бірге жетеміз. Құлыным менің, бар сенгенім өзіңсің, сенен көз жазып қалам ба деген ой басыма келсе, ет жүрегім езіліп демсеңдеймін. Күнім менің, жарығым менің, шалыспас башы. Жаман адамдардан, бұзық адамдардан аулақ болшы. Өз өміріңе балта шапма.